6 сынып қазақ тілі мен әдебиеті тыңдалым тағдысы. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы Абай, шын аты Ибрахим Құнанбайұлы, Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей уезі Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Ақынның жаз, көз, қыз, жазғы түрі табиғат туралы өлеңдері бар. Мәтінді тыңдап болған соң мына сұрақтарға жауап беріңдер. Абайдың шын аты. Абай Құнанбайұлы қай облыста дүниеге келген? Ақынның табиғат туралы қандай өлеңдері бар? Ол Семей қаласында неше жылдық медресе тәрбиесін алады? Абай көпті көрген кімнің тәрбиесінде болды? Абай атақты қандай руының Ырғызбай деген тобынан тарайды?